Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ, берекелі, үлкен көлемде пирог дайындайтын боламыз. Құрамы қолжетімді, үйдегі бар нәрселерден тез дайындалатын, дастарханға келген қонағыңызға ұсына қоятын, көп уақытыңызды алмайтын жеңіл пирог. Бізге керекті ұн, какао, Рақат фирмасының какаосы өте дәмді болып шығады. Соды жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Құрғақ құрамдарын бірінші саламыз. Жақсылап тұрып біркелкі етіп араластырып алыңыз. Енді сапалы какао пайдаланғандарыңыз дұрыс. Сол кезде пирогыңыз өте дәмді, балғын, жақсы көтеріліп шығатын болады. Одан кейін қантымызды саламыз. Құрамдарын барлығын описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден сіздер де жасаңыздар. Жасаған болсаңыз, комментария бөліміне плюс қалдыра кетіңіз. Сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Одан кейін 3 дана жұмыртқамызды саламыз. Сүтімізді құямыз. Жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Асықпай, барлығы біркелкі түйіршіксіз араласу керек. Одан кейін яблочный уксустан бір қасығын құйып, жақсылап тұрып араластырып, әбден еш түйіршіксіз біркелкі әдемі болып араласу керек. Одан кейін пергамент қағазымызды төсеп, үстіне дайын болған қамырымызды құямыз. Осы кезде пешіңізді қыздырып қойыңыз. 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіп шығатын болады. Барлығын әбден құйғаннан кейін бір тегістеп шығыңыз. Пешіңізге салып, әдемі біркелкі болып көтеріліп шығатын болады. Осы кезде бетіне ганажымызды салатын боламыз. Менде сүтке осы Қазақстан шоколадын ерітіп алдым. Әдемі етіп піскен пирогымыз біркелкі көтеріліп, бір тегіс болып шықты. Үстіне шоколадымызды құйып, біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Өте дәмді, ерекше, жұмсақ, шаймен жақсы желінетін берекелі торттың, пирогтың бірі. Енді үстіне сіздер фисташка ұнтағын салсаңыздар да болады, немесе орех сепсеңіз де болады. Мен сияқты жаңғақ сепсеңіз де болады. Өте дәмді, ерекше, берекелі торттардың бірі. Ас болсын, Меруерт асханасымен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеом соңына дейін көріп, тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап жүріңіздер. Менің каналымда түрлі қолжетімді тағамдар рецептері бар. Сіздерде жасап жүруге кеңес етемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне ортасын сіздерге кесіп көрсетемін. Үлпілдеп болып, әдемі болып пісіп шыққан. Міне біздің пирогымызды кесіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Өте дәмді, влажный болып пісіп шыққан. Ас болсын.